Қаржылық мониторинг агенттігі бас прокуратураның үйлестіруімен Асар баспана қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс істеген. Тергеу барысында пирамида ұйымдастырушылары 86 мыңнан астам азаматтан 12 миллиард 400 миллион теңге тартқан. Ай сайын 30%-ға дейін табыс уәде еткен. Шын мәнінде төлемдер жаңа қатысушылардың есебінен жүзеге асырылған. Нәтижесінде Туғанбаев пен оның серіктестері 3 миллиард 800 миллион теңге заңсыз иеленді. Күдіктілер салымшыларды адастырып, Алматы қаласында құрылыс материалдарын өндіру, тігін цехы мен тұрмыстық және медициналық техника зауыты жұмыс істеп жатқандығын мәлімдеген. Шындығында өнімдер үшінші тараптан сатып алынып, Асар баспана логотипімен таңбаланған. 2024 жылы желтоқсан айынан бастап пирамидаға деген сенім азая бастаған кезде ұйымдастырушылар автосалон ашып, ресми дилерлермен әріптестік орнаттық деген жалған ақпарат таратқан. Шын мәнінде автокөліктер салымшылардың ақшасына сатып алынып, Туғанбаевтың туыстарына рәсімделген. Пирамиданы әшкерелейтін жағдайлар туындаған кезде Туғанбаев 8 ақпан күні Асар баспана сайтын техникалық режимге ауыстырды. Бұл қылмыстық әрекетті жасыру мақсатында жасалған. Алайда тергеу барысында серверлік деректер қалпына келтірілді. Сайт мәлімдемелеріне сәйкес голд деңгейіне жеткен 15,5 мың салымшының тек біреуіне ғана пәтер берілген. Платина бағдарламасы бойынша 15 мың үміткердің арасынан тек бір салымшыға ғана көлік берілген. Еске салсақ, 2025 жылғы 9 ақпанда 49 кеңсе және 81 күдіктінің тұрғылықты жерінде тінту жүргізілді. Нәтижесінде 1,1 миллиард теңге Toyota Land Cruiser 300 және Lexus 570 сияқты 10 премиум кластағы автокөліктер тәркіленді. Олар Туғанбаев пен оның жақындарына рәсімделген. Сонымен қатар Ақтау қаласында Туғанбаевтың бауырының үйінен кооперативтің есеп шоттарында болуы тиіс 945 миллион теңге қолма-қол ақша табылды. 1 миллиард 200 миллион теңгеден астам сомаға шоттар бұғатталып, тыйым салынды. 2025 жылғы 11 ақпанда Туғанбаев пен Байтасовқа қатысты 2 айға қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.